Хайырлы күн, құрметті шәкірттер. Енді көптен күткен бізде 4-ші бөлім, яғни біздегі 1-ші бөлімнің қайталауы. Қараңыздар, екі шектен басталады. Енді ары қарай жалғастырып кете берейік. 7-ші пернеде енді үсті жабылады бармақ. Тіреуіл қағыстар алтын ұя деген күйде кездеседі, байжыма деген күйде кездеседі. Тағы бір рет қайталау. Осымен бітіре салайық енді аяғына дейін. Қайталау. Ал құрметті шәкірттер, осымен сіздермен мен қазақпын күйінің соңына дейін жеттік. Сұрақтарыңыз, түсінбеген жерлеріңіз болатын болса, астына комментарийға жаза кетіңіздер. Және де тез тартып кеткен жерлерің болатын болса, паузаға басып, ақырындап үйреніңіздер. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің етпес далаға деген Абай атамыздың сөзі бар. Одан кейін аз-аздан үздіксіз жай жаттаңыздар. Өзіңізге нәтиже бұйырса болады.